Баршаңызға сәлем достар. Қан қысымын үй жағдайында төмендетудің 6 құралымен таныс болыңыздар. Жалпы гипертония немесе жоғары қан қысымы ағзадағы жүректің жұмыс жасауына кедергі келтіретін бірден-бір факторлардың бірі болып саналады. Біз үй жағдайында қан қысымын ретке келтіруге көмектесетін табиғи құрам туралы айтатын боламыз. Алайда бұл құралдардың аса жоғары пайдасы бола тұра, дәрігерге көрініп, кеңес алуды жөн санағаныңыз абзал. Егер де қан қысымыңыз жоғары болса, мынадай белгілерді сезінуіңіз мүмкін. Бастың қатты ауруы, көздің бұлдырауы, кеуде тұсының ауруы, беттің қызаруы, бастың айналуы, жүректің айнуы және құсу. Ендеше сізде гипертонияны қалай емдейміз деген сұрақ пайда болуы мүмкін. Біріншіден, гипертониясы анықталған адам өзін күтіп, артық салмақтан арылуы тиіс. Бұл үшін дұрыс тамақтанып, құнарлы жеміс-жидектерден тұратын, сондай-ақ майы аз тағамдарды тұтынғаны дұрыс. Тұзды қолдануды азайтып, шылым шекпей, ішімдік ішпей, дене жаттығуларын жасауға кеңес береміз. Алайда жоғары қан қысымын ретке келтіруге мұның өзі аздық етіп жатады. Көбіне көп дәрі-дәрмекке жүгінуге тура келеді. Ендеше жоғары қан қысымын ретке келтіруге көмектесетін үй құралдарымен таныс болыңыздар. Біріншіден, лимон шырыны және ақжелкен. Лимон шырыны мен ақжелкеннің қосындысы несеп айдағыш қасиетке ие. Ол ағзадағы артық сұйықтықты шығару арқылы қан қысымының төмендеуіне көмектеседі. Қажетті заттар: 1 лимон шырыны, 1 стакан су және 1 ас қасық туралған ақжелкен. Ал дайындау тәсілі оп-оңай. Барлық заттарды блендер ыдысына салып араластырасыз. Егер де қарсы көрсетілімдер болмаса, күніне 1 стакан ішуге кеңес береміз. Екіншіден, ол сарымсақ. Көптеген мамандар сарымсақты қан қысымын ретке келтіретін бірден-бір құрал деп санайды. Ол сонымен қатар қандағы холестерин құрамын да азайтады. Сарымсақты сіз таблетка түрінде, не капсула түрінде де пайдалана аласыз. Ең дұрысы шикілей тұтыну. Күніне 1 сарымсақты жеу керек. Одан пайданы көбірек алу үшін алдымен оны су құйылған ыдысқа бірнеше сағатқа салып қойған дұрыс. Келесі ол ащы шоколад. Ащы шоколад құрамында флавоноид секілді белсенді құралдар бар. Олар қан қысымын ретке келтіріп, ағзаға пайда әкеле алады. Бұл жерде шоколадтың ащы болғаны маңыздырақ. Какао мөлшері көп болғаны анағұрлым пайдалы. Келесі құрал бізде зәйтүн майы. Өзге де пайдалы заттардан бөлек, зәйтүн майы да қан қысымын реттеуге жәрдемдесе алады. Ол қандағы холестеринді азайтуға, әрі сусамырды бақылауға көмектеседі. Сондай-ақ қан қысымын түсіретін тағы бір табиғи өнім лаванда екені белгілі. Бұл өсімдікті алдын ала дайындап, артынша одан тұнба әзірлеуге болады. Сонымен қатар, оны таблетка не капсула түрінде де тұтынуға мүмкіндігіңіз бар. Дәріханаларда қолжетімді бағада сатылады. Құрметті достар, сіздер қан қысымын үй жағдайында төмендетудің басқа қандай әдіс-тәсілдерін білесіздер? Комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Егер де бүгінгі видео пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.